Иә достар, өкінішке орай Бауыржан мен Айгүл жұбы жоқ. Ол екеуі дос болып қалды, екеуінің ортақ шешімдерімен тойда болмайды, фастқаста болмайды, ешқашан да болмайтын секілді. Енді көрермендер де, қолдаушылары да біраз көңіл күйлер түсіп қалды, дегенмен де екеуі осындай бір ортақ шешім қабылдаған екен. Бали аралдарына екеуі бірге демалды, оны барлықтарыңыз көрген боларсыздар. Сол демалыс болған уақытта, сол демалған уақыттарында екеулері бірін-бірі жақыннан танып, бірге тұрып көрді, бірге жүріп, кішкене біраз уақыт өткізді ғой. Сол уақыттарда бір-бірін жақын таныдық, бір-бірімізге сай емеспіз деген секілді өздері сондай бір үндеумен шықты, Инстаграм парақшаларына жариялады, біз осылай дос болып қалдық деген секілді айтты. Енді өздеріңіз білетіндей, Таужанның анасы екеуінің жалпы жұп болуларына да, Таужанның үйленуіне де өте қатты қарсы болған, және де Таужанның экс-ғашығы Гүлі деген есімді қызбен өте қатты жарасады, ол керемет қыз деген секілді өзінің бір белгілі бір пікірін білдірген еді. Мүмкін ол да қатты әсерін тигізген шығар деген секілді ғой. Сол қатты әсерін тигізген секілді. Сонымен екеуі дос болып қалды. Өкінішке орай, мүмкін Айгүл қайтадан қосақ жобасына қайтадан келетін шығар. Өткенде ғана өзінің бақытын іздеуге келген еді. Таужан былай айтып, әйтеуір жобадан шығарып алды. Сосын Бали қалып кетті. Енді бұл жолы қайтадан мүмкін қосақ жобасына келіп, өзінің теңін, өзін жақсы көретін, өзін бағалайтын сондай бір болашақ жарын табатын шығар деген ойдамыз. Жалпы сіздер қалай ойлайсыздар? Ол екеуінің дос болып қалуына, айырылысып кетуіне не себеп, кім кінәлі деген секілді ғой. Және де қосақ жобасында Айгүлді болашақта көргілеріңіз келеді ме? Қалайсыздар достар? Біздің Айгүл екеуміздің сіздерге арналған мен не үшін жасаймын? Сіздер жасап бересіздер. Кім қолдайды, солар жасап береді. Одан бұрын енді көбісі ойлап қалды ғой. Немесе өздері жасап алады. Біз қонақ болып барамыз. Не болды деген сұрақтар көп болды. Енді ол кезде өйткені әлі маған той туралы ешнәрсе айтқан жоқ. Болуға ұсыныс тасталған болады. Иә, мен сол моментте қатты күтіп жүрдім. Енді қолдаушылар жасап береді ғой, қолдаушылар. Жүріп көрейік сол қолдаушылармен бірге мен де қонақ болып барамын, билеймін. Дұрыс па, ойым? Иә деген сияқты болды. Мен ойланып жүрдім, неге ондай болады екен деп. Әлі ол той жасай, үйленем, ғашық боламын дегенді айтқан жоқ қой. Бір-бірімізге бақытты отбасы болсын дейді. Рахмет, сіздерге де соны тілеймін. Ал оқырмандар, Шымкентте кездескенше. Одан кейін қызыл. Сонда енді, бірақ мен ойлаймын, енді мен Айгүлдің алдында өзімнің бір миссиям болған деп ойлаймын. Ол миссиямды толықтай атқардым деп ойлаймын. Айгүл көтеріледі дедім, Айгүл көтерілді. Менің айтқаным болды. Бір-біріміздің қасымызда жүріп, мен ойлаймын, біраз нәрсе түсінген де, көрген де сияқтымыз. Енді адамдар бір-бірінің өміріне бірдеңе үйрету үшін, сабақ болу үшін келеді ғой. Енді бұл күшті сабақ болды десем. Қатты күшті сабақ болды десем. Той, мен не үшін жасаймын? Сіздер жасап бересіздер. Кім қолдайды, солар жасап береді. Немесе өздері жасап алады. Біз қонақ болып барамыз. Өйткені әлі маған той туралы ешнәрсе айтқан жоқ қой. Солай. Қолдаушылар жасап береді ғой, қолдаушылар. Сол қолдаушылармен бірге мен де қонақ болып барамын, билеймін. Дұрыс па, ойым? Шын айтам. Әлі ол той жасай, үйленем, ғашық болам дегенді айтқан жоқ қой. Бақытты отбасы болсын дейді. Рахмет, сіздерге де соны тілеймін. Ал оқырмандар, Шымкентте кездескенше. Қатты ұзарып кетті. Тырнау, вроде спирт жоқ па ішінде. А что значит через обладенцев? Өтіргі. Действуете количество. Не. Орыс тілі абайсыз. Асыл өліп қалған жар сен. Көтім қыш. Мен бар еді. Москваға өзінің ішін жақсы көрдім осы. Арқам көт болды, көт. Пока тамақ әлі дайындалмады, тауда келгенімізге 2 сағат болды, бірақ әлі өздері... Жоқ, біз тамақ ішкенде де көп болған. Бұлар пияз ұрып жеп алыпты, мен байқұс бар. Осы кремдерді бәрін алып келіп жүрсем, бұлар тамақты ұрып алыпты. Қолына? Қолдарыма жақсы да, шеттеріне. Кішкене жайға алзай, ужас ашты отыр ғой. Аямайды. Адам аяу деген жоқ бұда. Жақып беріп атқан, нәші көрейді. Кішкентай. Такая маленькая, миниатюрная.
Мен кішкене 0,5 өзі. Мен де бірақ жетістірім жоқ. Кеуіп жатырмын, такая маленькая, такая сидит там, видео монтирует, там, не знаю, там в телефоне, там, не знаю, там монтаждап, кішкене музыка қосып қойып, екінші подбородок кішкене таксовать етіп жатыр енді. Ойбой, жатқан қара. Такая шыбар деп қойып, такая. Привет, скажи. Привет. Не отыр, Гуджан. Привет, скажи в телегу. Привет. Неге настроение жақтан? Соны айтсам, қалай болады екен деп Жалпы не жаңалық қандас? Бізде ма? Жер жатса орешкеде. Иә, ұнайды орешка. Ұнайды. Ұнап береді ол сіздерге. Менде тыныш, сенде ше? Менде шүкір Бәрі жаңалық сізде сияқты. Жоқ, ей. Қоясаң, сен дайынсыз ба ауылға баруға? Дайындалады ба? Ертең бұйырса. Ауылда алып сайды. Енді бұл жолы сіз көбірек жұмыс істейтін сияқтысыз, мен емес. Мен көп жұмыс істеген шығармын ана жол. Бәле өзің айтшы, кім көп жұмыс істеді? Давай. Гүлжан. Айардан сұрасай. Айда кім көп жұмыс істеді? Ай, көп. Конечно. Кән көретші қолыңда. Қайда? Иә. Обязательно. Еще миллион кім алайын деп жатыр? Досым шаршады, дұрыс па? Бассейнге, не дейді ана, озерада өлейін деп қалды. Қорада бардық. Иә, қораға бардық. Болды ма? Шаршады бұл бала. Болды ғой сонымен? Айгүл ше? Не істедің Айгүл? Айгүл не істеді? Айгүл нан жапты. Өтсақ па? Малдарға жем берді. Ойда соқпа. Мен білемін кім жасады. Кім істеді? Жоқ, кім Әкең ба? палау жасады. Жоқ, конкретно палаудың да жасады. Жұмыртқа терді, иә? Жұмыртқа теру фигня ғой. Есін алып сыпырды. Давай осыны адамдар айтсайшы, мен не істегенімді бәрі айтады. Кім не айтады? Қара, мен қора тазаладым. Малдарға жем бердім, су бердім, сиырлардың артынан қуып айтып отырып қой, бұған жоқтың қуасың ба? Ұмыт қалдым ғой, не болды мысалы? Болды, сосын демалдың ғой, короче. Демалған жоқпын. Арқары мен 1 миллионды достар мен алатын сияқтымын. Енді сіздер айтасыздар ғой. Дальше енді мен да болмаса халық не алсын. жоқ, давай, короче, сосын көресіздер. 1 миллион теңге солар айтсын, кім лайық екенін. Онда өздері жинап бере салсын да саған 1 миллион теңге. Жоқ, жинап бергенде емес. В общем, ауылдамыз, шүкір Алла. Міне, тәтемізде жаңа қалбат, 13 мың теңге деген сияқты. Ал мен комплект Шымкентте 8 мың теңге алдым. Бәсе ше мынандай жауап мен қарап қоймын, қаттан алған. Жоқ, ажа кішкене дәу ғой. Дәу емес, нормально. Өзі дәу болып тұр. Келесі жылы тілекке етін дегейсің. Жақсы болып қалған деп тұр. Күшін көрсетіп кетіп отырған. Көрдік. Әдемі. Айгүлді наконец таптық. Таңғы 5-те мотоциклмен қалған шулап тұрып келіпті ауылға. Қалайсыздар? Өтірік айтады. Валлахи, дөрекші. Не үшін болады деп Үйді айтпайды. В общем, біз бүгін балыққа барадық. Бізді телеграмға қазір салып отырамыз. Сондай. Сен қаншада келдің ойында? Не істейсің сен оған? Көрдіңіздер ме? Қалай дейді? Мынау бала ма? Кән? Бала? Кән? Бала. Бала емес, кән тұрғанда. Настя деген подругам бар еді. Шымкент емес шығар ол? Шымкентте айдайды ғой қайдан. Настяның шашы жоқ десе. Бер, звондай. Настя. Настяның шашы жоқ екен просто. Кім айтшы жоқ сендер ме? Настя примерно Евгений болып келген сияқты ғой, примерно. Че, поехали на рыбалку? Білсін. Халық онда біраз нәрсе біліп қалайын деп тұрмын. Білсін. Жарайды, біле берсің ғой. Біле берсін. Білсін. Білсін. Кет, go. Ауылға келдік. Мынау енді менің қармағым, получается, біз кукурузға ауайын деп жатырмық. Неге менікі қара болып тұр? А? Қармағым неге менікі қара бұнға ақ? Сенікі қара, менікі ақ деген сияқты. Сондай болып тұр, Қазір көрейік енді, кімге бірінші балық ұсталынады деген сияқты. маған ұсталынатын сияқты. Неге? Мен солай сезіп тұрмын. Ана кезде Алматыға бірінші рет көргенсің ғой. Алматыда да? Алма ма анау? Жоқ, вишня болып тұр ғой бауырым. Вишня. Гүлжан, Маған ше бөлу керек қой дейін. нені бөлу керек? Че там айдың? Дәу балықтарша барша кішкене? Спиді оған. Дәу емес па не? Қараш. Бір рет қарасай.
может бірінші мынамен жүгерімен ұстамайды, давайте мен мынамен не қыламын, ол Я жүгерімен. давай спорласыңдаршы, мынамен шығады. Давай, короче, мен осы немен, не деп айтатын еді атын? Червяк. Червяктармен көрем, бұл кісі жүгерімен көрем дейді. Енді кетіп кім бірінші істейді. Или мотоциклмен көремін деп қоясың ғой, короче. Мынаны кім біліп береді маған? Ей, Ей, не істеп отыр? Маған айдалаға отырсың деп. Агеңіз Әйтпесе, Сен үйді лақтыра алмайсың. өзім кезінде қалай отыр? Мен Артушымда мына жақта отырайын. сен лақтырғаның бар ғой? Мына жерден өтті ғой. Енді білемін ғой, мен қарап тұрдым ғой. Главный. Саған тимейді ол главный. Қолыңда ғой. ол саған айтылған уже. Ақан, сіздің айында аудан